Саламатсыздар ма? Бүгінгі қазақ диалектологиясы курсының дәрісіміздің тақырыбы қазақ диалектологиясының фонетикалық ерекшеліктері деп аталады. Дыбыстық ерекшеліктері. Біз алғашқы лекцияларымызда айтқан болатынбыз, лексикалық, грамматикалық, фонетикалық ерекшеліктер бар деп. Енді дыбыстық ерекшеліктерден бастап осы бүгінгі дәрісімізді әрмен қарай жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Қазақ сөйленісінің жергілікті тіл ерекшеліктерінің бір саласы ол дыбыстық ерекшеліктер болып табылады, яғни фонетикалық ерекшеліктер. Бұл құбылыстың өзі қазақтың әдеби тіліндегі әрбір дыбыстың өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Мысалы біздің әдеби тілімізде, кәдімгі алфавитімізде қанша әріп, қанша дыбыс болса, солардың барлығы жергілікті тіл ерекшеліктерінде кездесіп отырады. Тек олардың қолданылуы әртүрлі болады. Бірінде түсіп қалады, бірінде дыбыстардың артық қолданылуы болады, бірінде басқаша метатезалық құбылыстармен айтылуы мүмкін. Міне осындай ерекшеліктер диалектілік ерекшеліктердің ішінде кездеседі. Сондықтан біз оларды фонетикалық ерекшеліктердің қатарына жатқызамыз. Қазақ тілінің диалектілік ерекшеліктердің жалпы сипатымен бірге олардың лексика, грамматикалық, дыбыстық, фонетикалық ерекшеліктер бар екендігі бәрімізге аян. Соның ішінде енді фонетикалық ерекшеліктер деген не? Оны қалай түсінеміз деген уақытта, мінекей соған жауап ретінде бүгінгі дәрісіміз толықтай жауап береді. Қазақ тілінің сөйленістерінде әдеби тілден бөлек жеке дыбыстар жоқ. Барлығы да әдеби тілдегі дыбыстар, Енді оның қолданылуында ерекшеліктер бар тілімізде, диалектілік ерекшеліктердегі қолданылуында ерекшелік. Соны айқындау бірінші мақсат. Яғни африкат ж дыбысы, ж, дж болып айтылады, дж. Яғни қос дыбысты біздер африкат дейміз, дж. Ж дыбысы, дж дыбысы болмаса, сөйленістердегі дыбыстар сан жағынан барлығы да бірдей. Яғни біздің алфавитімізде немесе жаңағы қазақ әдеби тілімізде дж деген дыбыс жоқ, ж деген бар, бірақ дж деген африкат жоқ. Ал ол сөйлеу тілінде ғана, диалектілік ерекшеліктерде ғана кездеседі. Мінекей осы африкат дж дыбысы болмаса, сөйленістердегі дыбыстар сан жағынан әдеби тілдегі дыбыстармен бірдей екен. Қазақ тілінің говорларындағы фонетикалық дыбыстық ерекшеліктер әдетте жеке дыбыстардың бір-бірімен алмасуы, ауысуы, түсіріліп айтылуы, дыбыстардың тұрақсыздығы, яғни метатезалық құбылыстармен сипатталады. Мінекей осындай ерекшеліктер диалектілік мысалдардың ішінде, немесе диалектілік мәні бар жергілікті тілдік ерекшеліктердің ішінде көп кездесіп отырады. Фонетикалық ерекшеліктерде дауысты дыбыстардың алмасуы, дауыссыз дыбыстардың алмасуы, дыбыстардың тұрақсыздығы мәселелері бар. Диалектілерде, дыбыстық ерекшеліктерде белгілі бір дыбыстың алмасуын сөз еткенде, мысалы, д мен л дыбысын алайық. Д, және л дыбысын алайық. Ол алмасу сөйленістегі барлық сөздерде, сөздердің барлық позицияларында кездеседі деп қарамау керек. Сөздердің барлық позициялар дегеніміз жаңағы барлық орындарында кездеседі деп қарамау керек. Мысалы, кейбір алмасулар шамалы азғантай ғана сөздерде кездесуі мүмкін, ал кейбір алмасулар көптеген сөздерде кездесуі мүмкін, мол кездесуі мүмкін деген сияқты ғой. Қазір оған мысалдар береміз. Барлық сөздердің барлық позицияларында кездеседі деп қарамау керек. Кейбір алмасулар жүздеген сөздерді қамтыса, кейбір алмасулар тек ондаған ғана сөздерді қамтуы мүмкін, 5-6 сөздерді қамтуы мүмкін. Яғни дыбыс алмасулары диалектілік сөздердің ішінде барынша қамтылып отырады екен, кездесіп отырады екен. Мысалы, чал деген сөзді алайық. Шал, чал, шапан, чапан, ш мен ч дыбысының алмасуы бұл жерде дыбыстардың астын сызып қойыңыздар, немесе мұқият зерделеп отырайық. Шал, чал, шапан, чапан, маңдай, маңлай, шыбыртқы, чыбыртқы. Мінекей, бұл жиі кездеседі. Мына мысалы оңтүстік өңірлерде осы ш дыбысының орнына ч дыбысын айту көп қолданылады. Шамам келгенше жұмысқа барармын деген сөйлемді алатын болсақ, оңтүстік өңірлерде чамам келгенше деп айтады. Немесе шал деудің орнына чал деп айтады. Мінекей осындай ерекшеліктер. Яғни ч мен ш дыбысының алмасуы. Немесе жаңа айтқандай маңлай, маңдай деген л мен д дыбысының алмасуы бұл жерде. Маңлай, л, маңдай, д дыбысы екеуінің алмасуы. Немесе түңлік, түндік, киіз үйдің түндігі, киіз үйдің түңлігі. Д мен л-ның алмасуы тағы да. Саңлақ, саңлақ.
иә? Саңлақ, сандақ. Тыңла, тыңда. Тыңда, тыңла. Сен мені тыңда, сен мені тыңла. Д-ның орнына л-мен айтылады. Осының ішіндегі бұрыс варианты л-мен айтылып тұрған тыңласы, түңлігі, саңлағы, маңлайы, осылардың барлығы дыбыстардың алмасулары, яғни диалектілік ерекшеліктер, фонетикалық ерекшеліктер. Сонда диалектілік фонетикалық ерекшеліктер дегенде нені түсінеміз? Дыбыстардың, диалектілік сөздердің айтылуындағы дыбыстардың айырмашылықтары, дыбыстардың өзгешеліктері болса, егер сол диалектілік сөздің ішінде, онда біз оны фонетикалық ерекшеліктер қатарына жатқызамыз. Екі-үш сөздің төңірегінде ғана кездесетін сыңарлар да болады, алмасулар да болады. Азғантай шамалы ғана көлемде екі-үш сөздің айналасынан аспайтын алмасулар да болады екен. Оған мысал айтатын болсақ, у мен п дыбысын алайық. У және п дыбысы. Кеусен, кепсен. Жаңағы тұрақ тіркестерде біз өткен сабағымызда айтқан болатынбыз. Кеусен, кепсен. Немесе с мен т дыбысын алайық. С қатаң, т дыбысы. С, т-ның алмасуы. Саяз, таяз. Бұл жердің суы саяз екен, бұл жердің суы таяз екен. Саяз, таяз. Немесе ө мен ү дыбысын алайық жіңішке. Дауысты ө, жіңішке дыбыстарын алатын болса, көпәні, көпене. Көпәні, көпене. Ө мен ү дыбысының алмасуы. Мінекей осы сияқты тағы да басқа мысалдарды көптеп келтіруге болады, дыбыстарды алуға болады. Бұлардың барлығын жаңағы біз дыбыс алмасуларына жатқызамыз. Яғни бұндай мысалдар тілімізде көп. Мысалы, жаңағы мысық деп айтамыз, иә? Мысық, мышық дейді, құман, құмған дейді. Мысалы, пеш түбінде мысық отыр, екі көзін қысып отыр деген тіркестер бар, иә? Немесе пеш түбінде құмған, екі көзін жұмған. Жаңа мысықты салыстырмалы түрде айтып отыр, жұмбақ. Мінекей бұндай халық тілінде көптеген тіркестер, мысалдар бар, молынан кездестіруге болады. Сонда құмған, құман, яғни дыбыс алмасуларын байқауға болады. Бұл әдеби тілде құман, диалектіде құмған болып айтылады екен. Мінекей. Енді бұл дыбыстардың алмасулары, дыбыс алмасулары, мына өздерің байқап отырсыздар, дауысты дыбыстардың ішінде молынан кездеседі екен. Енді кейбір дыбыстардың тұрақсыздығына келейік. Бұл тұрақсыздықты тіл білімінде метатезалық құбылыс деп атайды. Метатезалық құбылыс. Дыбыстардың тұрақсыздығы. Яғни дыбыстар жергілікті тілдік элементтердің ішінде өзінің орнын сақтамайды, түсіп қалады, жоқ болып кетеді. Мысалы, қазір мысал келтіреміз. Дауыссыз дыбыстардың тұрақсыздығы деп қойыңыздар. Соған қазір сол мәселе төңірегінде кішкене сөз қозғап кетейік. Диалектизмдерде, қазақ сөйленістерінде контракция, сөз құрамындағы дыбыстардың түсіріліп айтылуы, немесе эпентеза құбылысымен дыбыстардың қатыстырылып айтылуы, яғни кірістіріліп айтылуы құбылыстары кездеседі. Эпентеза, және метатеза құбылыстарының бар екендігі белгілі. Яғни метатезалық құбылыс болса, ол сөздің ішіндегі, диалектілік элементтің ішіндегі сөздердің түсіп қалуы, ал эпентеза болса, дыбыстардың қосымша қатыстырылып айтылуы, қосылып айтылуы деген сияқты құбылыстар. Бұл құбылыс негізінен дауыссыз дыбыстардың құрамында көп кездеседі. Жаңа дыбыстардың алмасулары мен дыбыстардың алмасулары дауыстыларда көп кездесетін болса, мына құбылыста дауыссыздардың ішінде көп кездеседі. Дауыссыздардың ішінде. Бұл құбылыс негізінен дауысты дыбыстардың құрамында көп болады. Сөздің ішінде тұрақсыздығымен сипатталатын дыбыстардың жүйелілігі дәйекті түрде кездесуі бірдей емес. Яғни әртүрлі, әр қырынан болады деген сөз. Кей дыбыстардың тұрақсыздығы бір-екі мысалдан аспайды, дәйексіз түрде, ал кейбір құбылыстардың кездесетін дәйекті түрде, яғни молынан кездесетін түрлерде болады. Үнді дауыссыз тіл алды, л дыбысын алайықшы. Үнді дауыссыз тіл алды, л дыбысы, л. Тілшімен айтылады, тілдің алдымен айтылады. Л дыбысының тұрақсыздығы түркі тілдеріне тән дыбыстық белгінің түрі болып табылады. Тіл алды, л дыбысының тұрақсыздығы түркі тілдеріне тән, соның ішінде қазақ тіліне де кездеседі. Тұрақсыз түркі
тілдеріне тән Л дыбысы, Л-дің тұрақсыздығы, түркі тілдеріне тән дыбыстардың дыбыстық белгінің түрі. Бұл құбылыстың тілімізде көбірек байқалатын жері мысалдардан байқауға болады. Мысалдарды жазып отырыңыздар ендеше. Мысалы, бол, ал, қал, тал, жазып отырыңыздар, сал, біл, әкел, тағы да басқа. Барлығында осы сөздер Л дыбысымен аяқталып тұр. Осы сияқты етістіктердің құрамы. Етістіктердің құрамында әдеби тілде бірнеше сөздерді атадым. Енді жергілікті тілдік ерекшеліктерде, диалектілерде бұлар осы етістіктердің боса да, болмаса да, солай босын, айта сап, кім білсін, байқамай қап деген сөздерді байқап отырсаңыздар, осылардың құрамына талдау жасайтын болсақ, боса да, болса да, ол үйде боса да, ол үйде болса да, яғни Л дыбысының қатыссыз, бұл жерде Л дыбысы жоқ, яғни қайда түсіп қалған сияқты, қызметі жоқ. Л дыбысы айтылмайды, боса да, жақсы боса да, жаман боса да, ал әдеби тілде жақсы болса да, жаман болса да, солай ма? Не болмаса, жаңа айтқандай, солай босын, солай бопты дейді, солай босын, болсын, босын, яғни жергілікті тілдік ерекшелікте солай босын, яғни Л дыбысы түсіріліп айтылып тұр, жоқ. Болмаса да дейді мысалы, болмаса да, бұл жерде де Л дыбысы жоқ түсіріліп айтылып тұр. Әдеби тілде болса, жергілікті ерекшелікте болмаса да. Немесе айта сап, айта салып қой, айта салып, ол маған әңгімесін айта салып, әрмен қарай жүгіріп кетті. Айта сап, жүгіріп кетті. Немесе кім білсін, кім білсін оның қайда жүргенін, кім білсін, мінекей Л дыбысы тағы да бұл жерде тұрақсыз қызмет атқарып тұр, түсіп қалып тұр, жоқ. Байқамай қап, немесе байқамай қапты, байқамай қалыпты. Осының байқамай қалыпты әдеби тілдегі, байқамай қапты, бұл жергілікті тіл ерекшеліктеріндегі айтылатын сөздер екен. Осындай құбылыстарда, көбіне осындай аудиокілге кездесетін тілдік элементтерді тілімізде көптеп кездестіруге болады. Әсіресе мына оңтүстік өңірлер халқының тілінде осы дыбыстардың тұрақсыздығы жиі қолданылады. Бопты, айтамай қапты, кемей қапты деген сияқты. Немесе еш нәрсе қылмады, еш нәрсе қылмады. Еш нәрсе қылмады әдеби тілде, диалектіде еш нәрсе қылмады. Еш нәрсе қылмады. Олай болса, олай болса. Олай болса әдеби тілде, олай болса диалектілік ерекшелікте. Немесе ол өзінің тауарын сата алмай жүр дейік. Ал жергілікті ерекшелікте сатамай жүр дейді, сатамай. Л дыбысы тағы да түсіріліп айтылып тұр. Сатамай, сата алмай. Жазып қойыңыздар. Бұл құбылыстар негізінен оңтүстік және шығыс сөйленістеріне тән құбылыстар болып табылады. Біздер енді сөйленістерді тіліміздегі жергілікті ерекшеліктердің аймақтық ерекшеліктеріне, изобластарына, аймақтық бөліністеріне қатысты жаңағы батыс сөйленістер тобы, оңтүстік сөйленістер тобы, шығыс сөйленістер тобы сияқты бірнеше топтарға бөлеміз. Соның ішінде олардың әрбір осындай ерекшеліктердің өзінің аймақтары кездесетін топтары бар. Әсіресе бұндай сөздер, жаңағы айтылған сөздердің көбісі, өздеріңіз байқап отырғандай, оңтүстік және шығыс сөйленістік топтарына тән екен. Мысалы, Тараз, бұрынғы кезде ол Жамбыл, Луковой деп аталды, сол өңірлерде, подговорларында да, говорларында да кездеседі. Мынандай сөз бар. Немесе сөйлеммен айтайық, контекстпен. Біз оларды көремадық. Біз оларды көре алмадық қой. Көре алмадық. Бұл енді аудиокілде бірге айтылады. Біз оларды көремадық. Яғни Л дыбысы жоқ бұл жерде түсіріліп тұр. Немесе алған заттарын сатамай жүр. Алматы, Нарынқол өңірлеріне тән. Шашеке кепті, жасың 85-ке, аяққа тұсау түсіп шешілмеске деген Кенен Әзірбаевтың жыр жолдарын алайық. Тағы да қайталайым. Шашеке кепті, жасың 85-ке,
аяққа тұсау түсіп шешілмеске. Шашекең деген зейін шашкен болуы мүмкін. Сол жаңағы шашекең кепті, 85-ке келіпті дегенде кепті деп айтып тұр бұл жерде. Мінекей, бұл жаңағы таза көркем шығармалардан алынған мысалдар. Аяққа тұсау түсіп шешілмеске. Не болмаса, бұл құбылыс, бұндай құбылыс тек қана Қазақстанның өңірлерінде, аймақтарында ғана емес, басқа түркітектес халықтардың тілдерінде де, атап айтқанда моңғол тілдерінде де кездеседі екен. Моңғол тілінде, Моңғолияда тұратын қазақ халықтарының тілінде әсіресе бұл мысалдарды кездестіруге болады. Мысалы, қаса, қалса, кесе, келсе, саса, салса, қалса, ол менің артымнан қаса, ол менің артымнан қалса, немесе ол маған кесе екен, ол маған келсе екен, маған келгенін жақсы көріп отырмын, ол маған үйіме келсе екен дейсек, ол маған кесе екен дейді, ол маған кесе екен, яғни келсе екен деген мағынада. Саса екен, салса екен деген сөз. Тезірек кесең қайтеді. Сен маған тезірек кесең қайтеді. Әдеби тілде тезірек келсең қайтеді. Жазып қойыңыздар, астын сызып отырыңыздар. Кесең, келсең, яғни екеуіндегі айырмашылық, дыбыстық айырмашылық қандай дыбыс? Л дыбысы. Тіл алды Л дыбысына қатысты енді біраз мысалдар айтты. Бұдан да басқа мысалдарда ертең өздеріңіз жаттығу жұмыстарынан, көркем әдебиеттерден, ауыз екі тілден теріп, осындай қызметтерін айырасыңдар. Және бұл қандай функция, қандай қызмет дегенде, яғни дыбыстардың түсіріліп айтылуы, Л дыбысының түсіріліп айтылуы, метатезалық құбылысқа жатқызамыз. Метатезалық құбылысқа жатқызамыз. Сондай-ақ тілімізде кейбір дыбыстардың тұрақсыздығы бір-екі мысалдан аспайды. Азғантай ғана сөздерде кездеседі тұрақсыздар. Мысалы, с, з дыбысы, с қатаңсымен ұяң з дыбысы. Зауық құру, сауық құру. Немесе шанамен зырғанау бар, шанамен сырғанау бар. З, с. Бірен саран ғана сөздерде кездеседі. Зауық, сауық, зырғанау, сырғанау. С мен з дыбысының әсері. Батыста мынандай дыбыстар көбінесе қолданылады, жиі қолданылады деп айтуға болады. Ж және ш дыбысы. Ж, ш. Былжыраған, өте ісі жай адамды, ісі өнбейтін адамды ол жақта былжыраған дейді. Немесе былжырамай болшы тез дейді. Былжыраған. Немесе ит жығыс, ит шығыс болып жатыр дейді, төбелесіп жатыр. Ит шығыс төбелес болып жатыр дейді. Немесе ит шығыс дейді. Немесе жегу. Тәтем қорада ат шегіп отыр. Тәтем қорада ат шегіп атыр. Мына, жатыр, жыны орнына а дыбысымен айтылады. Тәтем қорада ат шегіп атыр. Ат жегіп жатыр деген мағынада. Немесе уайым шеп отырмыз. Уайым жеп отырмыз. Яғни бұл да осы батыс өңіріне тән дыбыстық ерекшелікке жатады. Немесе р мен л дыбысын алайық. Зарар, залал, саңлау, саңырау. Бұрынғының қойы маңырайтын еді, осынгінің қойы аузын ашатын болыпты. Деген екен, бір саңылау деген екен. Депті бір саңылау. Саңырау ғой енді, р дыбысы жоқ. Немесе р мен и дыбысының қиылсу, қырылсу, тұрық, тұйық, тұрық қой дейді мысалы батыста. Көбінесе тұрық, тұйық. Мысалы, уайымшыл адамның алды тұрық, жермен тең дейді. Уайымшыл адамның алды тұрық, жермен тең деген тіркес бар. Т мен с дыбысы. Т және с қатаң. Т мен с дыбысы. Байқұт, байқұс. Оқсын, оқытын. М мен н дыбысының ерекшелігі. Мәжнүн. Ым мен аяқталады. Мәжнүн. Бірен саран. Перне. Бұл жерде адамдар бірем саран ғана кездеседі дейміз, бірем саран ғана кездеседі. Т мен ш дыбысы. Талту, шалқу, ләпсі. Л мен н дыбысы. Жантақ, жалтақ, жарма, жарнама.
Л мен Д дыбысы, анадар, аналар. Мысалы, оңтүстік жақтың халқының тілінде көбіне осы көптік жалғауын дұрыс қолданбайды. Анадар, аналар. Молла, молда. Анадар да кетті сонда дейді. Артынан анадар да кетті деген мысалдар кездесуге болады. Немесе Р дыбысын алайық. Берку, беку, жоңышқа, жоңышқа. Әбігер, әрбігер. Н дыбысына қатысты айтатын болсақ, мысалдарды енді қысқаша мен атап шығайын. Бұндай мысалдарды көптеп кездестіруге болады. Бешпент, бешпет. Екен саяқ, некен саяқ. Ажағай, найзағай. Ол жылқы малының бақтаншысы, бақташысы дейді. Ғ дыбысына қатысты шылғи, шылый, құмған, құман, суғару, суару, салғастыру, салыстыру сияқты. Г дыбысына қатысты кизи, кигізи, сүгірет, сүрет, үйдің егесі, үйдің иесі, еге, ие. Қ дыбысына қатысты мысалдар келтіріп кетейін. Уқалау, уалау, құттық, құтты болсын айту, құттық айту. Құттық айтып келді дейді мысалы. Е дыбысына қатысты ерекшелік. Ештеңке, ештеңе, ештеңке, ештеңе, ештеме. Немесе біртеңке, бірдеме, бірдеме айтам, біртеңке айтам деген мысалдарды айтамыз. Біткеру, бітіру. Кірпішешен, кірпік шешен деген мысалдарда кездеседі. Ж дыбысына қатысты келе жатыр, келе атыр, келе жатыр. Жеп атыр, жеп жатыр. Уату, жұбату сияқты жату етістігі көсемшенің А, Е, Ып, Эп көсемше тұлғалары етістіктер тіркескенде сөз басындағы Ж дыбысы сүріліп айтылады. Сөз басындағы Ж дыбысы түсіп қалады. Мысалы, ақырып, ақырып келатады да жан жағын шақырып келатады. Орал, Казталов аудандарының халықтарының тілінде кездеседі. Қабыртқы дыбысына қатысты айтатын болса, қабыртқа, қабырға, бүткіл, бүкіл, артқылы, арқылы. Немесе омыртқаңмен ойлас, қабыртқаңмен кеңес деген мақалды алатын болса. Ж дыбысына қатысты да жыбату, уату деп жаңа айттық қой. Мінекей осындай көптеген дыбыстық ерекшеліктер жатады. Бұл дыбыстардың ерекшеліктерінің диалектілік тұрақсыздығын, дыбыстардың қарапайым сөздердің тұрақсыздық құбылыстарын шатастырмау керек. Яғни метатезалық құбылыстарды әрқашан біліп айырып отыру керек. Мінекей тіліміздегі жергілікті ерекшеліктерде, сөйленістерде сөз ішінде қатар тұрған дыбыстардың немесе буындардың өзара алмасып келетін метатезалық құбылыстарды кездесетіндігін біз білдік. Мысалы, үйге әпкем кіріп келгенде көзім жарқ ете түсті. Алдымнан кес-кестеп жібермей моқшап сұрай бастады. Немесе осының ішінде әпке, әкпе, мошқап, моқшап, тәптіштеп сұрауды айтады. Мошқау деп бір нәрсені, мошқауды тәптіштеп қайта-қайта сұра беру дейді. Әсіресе бұл батыс өңірінде кездеседі, мошқау деген сөз. Бір нәрсені мошқай бермеш, қайта-қайта сұрай берме деген мағынада. Мінекей мошқап, моқшап, мезгеу, меңзеу, мегзеу, дорба, добра, қақпан, 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 қапқан, мызғымау, мызғымау, жаңалаш, жалаңаш, әпкіш, әкпіш деген сияқты. Осындай дыбыстар әсіресе дауысты дыбыстардың алмасуында өте молынан кездеседі. Қысқаша айтқанда, осы дыбыстардың алмасуы, дыбыстардың тұрақсыздығы, метатезалық құбылыстар жергілікті тіл ерекшеліктерінде барынша кездесіп отыратындығын біз біліп, және оларды айырып білу біздің міндетіміз. Болашақта семинар сабақтарында біз осыларды талдап, жеке-жеке мысалдармен келтіріп, теориялық мәселелерді практикалық тұрғыдан талдайтын боламыз. Жарайды, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.